Сәлем достар, қырқынан шығаруға арналған набор жасайық. Бізге керегі шыны ыдыс, кез келген ыдыс болуы мүмкін. Ең басты астыңғы жағы шұңғыл болса ыңғайлы болады. 2 ою керек, кез келген түрі. Ағаш қасық, қайшы, қобдиша, бұл бомбонерка негізінде. Үкі керек, үкіні ағаш қасықтың үстіне жапсыратын боламыз. Кез келген стразылар, гүлдер керек болады, әріптер баланың атын жазу үшін. Клей, ыстық клей. Кез келген әртүрлі тастар керек болады. Ал енді бастайық. Ыдысымызды аударып, үстіне оюымызды жапсыратын боламыз. Ең бастысы оюды бір жерден бекітіп, клеймен жапсырып аламыз, оюымыз қозғалмас үшін. Ал енді кез келген жерінен жапсыра берсек болады, өйткені енді қозғалмайды. Бастысы ортасынан бастаған дұрыс негізінде, сосын екі жағын жапсыра беретін боласыздар. Ыстық клеймен абайлап жұмыс істеңіздер, себебі қолдарыңызды күйдіріп алуларыңыз мүмкін. Клей өте ыстық. Аккуратно, әдемілеп, барлығын ұқыпты етіп жасаймыз. Барлығын жапсырып алғаннан кейін екінші бетінде дәл солайынан жапсыру керекпіз. Мінекей достар, барлығын жапсырып алдық. Енді шетін әдемілеу үшін осындай тастар керек болады. Кішігірім 3 мм размері. Оны да бір жерден бекітіп аламыз да, айналдырып, ыдысымыздың барлық шетіне жапсырып шығамыз. Мінекей таспен әдемілеп алдық барлық шетін. Ендігі кезекте оюымызды әдемілейміз. Оюды кез келген таспен әдемілеуіңізге болады. Мен сондай түрін бірақ 5 мм пен 2 мм тасты қолдандым. Өздеріңіз қалаған жерлеріне жапсырсаңыздар болады. Келесі кезекте ағаш қасығымызды әдемілейміз. Үкінің басындағы темірін алып тастаңыздар. Үкімізді ағаштың басына жапсыратын боламыз. 1 минуттай ұстай тұрыңыздар, үкіміз қозғалып кетпеу үшін. Келесі кезекте лентамыздың басын міндетті түрде отпен күйдіріңіз, себебі сөгіліп кетуі мүмкін. 2 сантиметрлік лентамызды ағаштың бойымен айналдырып жапсырып шығамыз. Лента әртүрлі сантиметрлік болуы мүмкін. Айналдырып отырып, осылайынан барлығын басына дейін жапсырамыз. Мінекей жапсырып алдық. Енді қасығымыздың ішкі шұңғылдау жерін жаңағыдай таспен жапсырып шығамыз, айналдырып. Жапсырып алдық мінекей. Енді ағаш қасығымыздың басына бантик жасаймыз. Оны 5 сантиметрлік үлкендеу лентамен, атласны лентамен, оның да басын отқа күйдіреміз. Ортасынан бүктейміз. Ине жібімізді алып, лентамызды қазір тігеміз. Лентаның бүктелген жеріне екі шетін апарып, ортасынан көктеңіздер. Біреуін осылай көктеп аламыз, келесі екіншісінде дәл солай ғып көктеп шығып, бантик жасайтын боламыз. Тартамыз екеуін бірге қосып, енді жіпті айналдырып, ортасынан бір түйіп тастаймыз. Мінекей дайын болды. Енді осыны ағаш қасығымыздың басына жапсырамыз. Жапсырып алды. Енді кезекте үстіне тас немесе гүл қойып әдемілесеңіздер болады. Мен осы жерде тас қойдым, ал гүлді ағаш қасығымның бас жағына жапсырдым. Мінекей ағаш қасығымыз дайын, тек баланың атын жазсаңыздар болады енді. Ал дайын болдық. Енді келесі кезекте қайшымызды әдемілейміз. Қайшыны әдемілеу үшін шіңіске лента болса ыңғайлы болады. Менде жаңағы өзімнің 2 сантиметрлік лентамен айналдырып шықтым.
айналдырып алдық. Енді оны да таспен айналдырып жапсырып шығамыз. Бұл жерде ұқыптылық керек, өйткені қайшы жіңішке кішкентай. Оның да басына гүл жапсырсаңыздар болады, немесе бантик істесеңіздер болады. Ал ол да дайын болды. Енді бомбонеркамен жұмыс жасаймыз. Қобдишамен, яғни үстіндегі керек десеңіз алып қалсаңыз болады, немесе алып тастаңыз. Мен бұнда жерде алып тастадым. Үстіндегілерді оның орнына гүл жапсырам деп шештім. Гүлді өз қалауларыңызбен жапсырыңыздар. Қалаған жеріне, қалаған ойларыңыз бойынша, идеяларыңызбен, яғни гүлдерді жапсырып алғаннан кейін жандарына әдемілік үшін тычинкалар жапсырдым. Кез келген түрін жапсырсаңыздар болады. Тычинкаларды да осылайынан бомбонеркамыздың үстіне жапсырдым. Тычинкалар бомбонеркада жабысқаннан кейін мен бұны басқа да жерлерге жапсыруды шештім. Неке, қараңыздаршы қандай әдемі болды. Енді үшінші бетіне де жасыл тычинканы жапсырдым. Өте әдемі. Неге бомбонеркамыз дайын. Осыларды енді басқа жерлерге де қайталайын деп шештім. Тычинканы алып ағаш қасығымыздың үстіңгі бетіне жапсырдым. Неге жапсырып алыппын. Ал енді гүлді шыны ыдысымызға оюымыздың екі теңескен жеріне жапсырдым. Мінекей барлығы дайын болды.